Тендерге қатыспа. Тендерге қатыспа. Керек емес. Сен тендерге қатыссан минусқа кіресің. Сен тендерге қатыссан реестрға кіресің. Тендерге қатыспа. Тендердің жұмысы қиын. Тендерге қатыспа. Заказчиктер миыңды шіртіп жібереді. Тендерге қатыспа. Онда ешқандай пайда жоқ. Тендерге қатыспа. Тендерлердің барлығы бөлініп қойған. Тендерге қатыспа. Тендерге қатысып ұту үшін пара беруің керексің. Тендерге қатыспа. Тендерге қатысып ұту үшін, пайда көру үшін беделді бір бай сен туысың болу керек. Тендерге қатыспа. Ол жерде конкуренция көп. Тендерге қатыспа. Ешқандай пайда таппайсың. Тендерге қатыспа, күйіп кетесің. Тендерге қатыспа. Жалғастыра беруге болады. Себептер өте көп. Тендерге қатыспа. Осылай айтатын адамдар өте көп. Тендерге қатыспа. Кезінде мен де тендерге қатыспа деп айналамдағы адамдарға айтатынмын. Неге? Біріншіден мен конкуренциядан қорқатынмын. Мен ойлайтынмын, зачем маған конкурент? Бұған қазір шындықты айтсам, бұлар да қатысады ғой, бұлар да пайда табады, бұндай маған керек емес деп. Қараңыз, тендерге қатыспа, минусқа кіресің. Бұны кім айтады? Бұны біріншіден қандай адам айтуы мүмкін? Тендерге қатысып, реально минусқа кіріп кеткен адам болуы мүмкін. Ал неге бұл адам минусқа кіріп кетті? Біріншіден, қаржылық сауаттылықтың жоқтығынан. Ондай адамдар болады, шынымен де болады. Тендерге қатысады, бірақ минусқа кіреді. Ондай адамдар болады. А неге олар минусқа кіреді? Себебі ешқандай қаржылық сауаттылығы жоқ. Таза пайданы дұрыс шығара алмайды. Кез келген товардың, қызметтің, болмаса жұмыстың өзіндік құнын дұрыс есептей алмайды. Қаржылық сауаттылықтың жоқтығынан, білімнің жоқтығынан минусқа кірген адамдар бар. Вот солар солай айтады. Тендерге қатыспа, минусқа кіресің. Тендерге қатыспа. Тендерге қатысу үшін, ұту үшін пара беруің керексің. Бұны кім айтады? Бұны тендерге қатыспаған, бірақ тендерден пайда тауып жүрген адамды танитын және соның аузынан солай деп естіген адамдар айтады. Себебі тендерде ешкім пара сұрамайды. Бұл нақты, факт. Әрине, пайдасыз тендерлер жоқ деп айта алмаймын. Пайдасыз тендерлер бар. Вот пайдалы тендерді тапқан және қаржылық сауаттылықты көтерген, дұрыс санай білген адам пайда табады. Ол үшін білім керек. Әр адамда өзінің графигі бар, өмірлік ритм деген бар. Әр адам, мәселен, сіз таңертең тұрасыз, өзіңіздің режиміңіз бар деген сияқты. Сіз уақытыңызды отбасыңызға бөлесіз, жұмысқа барасыз. Қалыпты өзіңіздің графигіңіз бар. Сонда айналадағы әсіресе жақын адамдар неге олай айтады? Олар қорқады. Неден қорқады? Сіздің минусқа кіріп кетеді, болмаса таразыға қоятын болсақ, мәселен, сіз жақындарыңыздың қорқынышын қарастыратын болсақ, бір жағында бұл қорқыныш, мәселен, сіз минусқа кіресіз, күйіп кетесіз, жасай алмайсыз деген қорқыныш болады. Ал шын мәнінде тағы да бір қорқыныш болады. Бұл кісі тендермен айналысып, менің жақыным тендермен айналысып, жақсы пайда тауып кетсе, мені менсінбей қалады. Маған уақытын бөле алмай қалады. Тендерге қатысып, көп уақытын жұмысқа, тендерге бөледі. Бірақ маған бөлмейді деген қызғаныш, қорқыныш болады. Мынаны таразыға қоятын болсақ, егерде шын мәнінде бұл неге сөйтіп айтады десе, көбінесе міне осы үшін. Олар қорқады. Сіздер қалыпты ритміңізді өзгертесіз, қалыпты өміріңізді өзгертесіз, ол қандай болады? Ертең ол кісіге сіз көңіл бөле алмайсыз, уақытыңызды бөле алмайсыз, қаражат табасыз, бір независимый дейді ғой, тәуелсіз болып кетесіз. Содан қорқады. Тәуелсіз болғанда ол кісілер сізді ешқандай қадағалай алмайды. Контроль. Сізді контроль ете алмайды. Содан қорқады. Это нормально. Это нормально. Кейде менде шәкірттердің екі категориясы бар. Бірінші категория отбасылар, жақындар қолдайды. Екінші категория отбасылар, жақындар қолдамайды. Екі случайда нормально. Бұл өмірде барлығы қалыпты. Әр ситуацияны түсінуге болады. Бірақ менің айтарым, тендерге қатыспа деп айтпаймын. Тендерге қатыс. Тендерге қатысып көр.
тендерден пайда тауып көр. Тендерден сен жалғыз сен ғана емес, сенің айналаң да тендерден пайда тапсын. Сенің күйеуің де тендерден пайда тапсын. Сенің әйелің де тендерден пайда тапсын. Сенің бауырың, анаң, әкең, сіңлің, туыстарың, достарың, олар да тендерден пайда тапсын. Әр адам қаржылық тәуелсіз болсын. Қаржылық тәуелсіздікке жетсін. Біздерше көп жағдайда тендерге қатыспа, кім айтады, тендерге қатыспа. Тендерге қатысып жүрген, жақсы пайда тауып жүрген дәулетті тендерщиктер де солай айтады. Тендерге қатыспа. Керек жоқ. Мен де кезінде сөйтіп айтатынмын. Конкуренциядан қорқыныш болды. Қазір ондай қорқыныш жоқ. Тендер барлықтарымызға жетеді. Әр қайсымыз тендерден пайда таба аламыз. Бірақ оны уақыт өте келе түсіндім мен. Мен де кезінде тендерге қатыспа дейтіндердің қатарында болатынмын. Бірақ қазір ол қатардан шығып кеттім. Бізде тендерге қатыспа деп еще кім айтады? Тендерге қатыспа. Біреудің жетістігін көре алмайтын адамдар айтады. Сіз егер тендерге қатысып, жақсы пайда тауып жатсаңыз, өзіңіздің арманыңызды орындасаңыз, мүмкін бұл кісілер сізді көре алмайтын шығар. Сондықтан көріңіз, факттар келесі. Кез келген адам, кез келген тендерді парасыз, таныссыз, көкесіз ұта алады. Тендерге қатыс. Өз, өн, оян, әрекет жаса. Әрекеттің түбі нәтиже, нәтиженің түбі береке. Әрекеттілі болыңыздар. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк қойып кетіңіздер. Және де біздің каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Колокольчикке басып қойыңыз, келесіз видео сізге уведомление келіп, сіз бұл ақпаратты алғашқы болып көресіздер. Егер де сұрақтарыңыз қалса, міндетті түрде комментарийге жазыңыздар. Ал егер тегін консультация аламын десеңіз, WhatsApp-ымызға жазсаңыздар болады. Тендерге қатыспа дейтіндерге үлкен сәлем. Тендерге қатыс. Бұл жерде тағы да айта кететін, тендерге қатыспа дейтін адамдарға ренжудің қажеті жоқ. Уақыт өте келе, уақыт барлығын өз орнына қояды. Тендерге қатыс. Әрекет жаса.